Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін ақпанның 13-і, 22 жыл, жексенбі. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз InDriver арқылы бір күн бойы жұмыс істеп көрем, қандай табыс жасауға, қандай плюстары бар, қандай минустары бар. Және де бір-екі өзімнің лайфхактарымен бөлісетін болам InDriverге байланысты. Сол үшін видеоны соңына дейін көрейік. Каналға жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар, өйткені болашақта көптеген әртүрлі тақырыптарға видеолар болатын болады. Жаңағы алдындағы видеоны көрмеген болсаңыздар, Яндекске арналған алдындағы видеолар көрсеңіздер болады. Сонымен кеттік. Мына InDriver қосымшасын ашамыз. Бұл жерде мына Мерей, Nissan Primera. Бүгін тек қана қаланың ішіндегі заказдарды орындайтын боламыз. Бұл жерде мастера деген жаңадан қосылды. Ол жақты онша жақсы білмеймін. Басқа қалаларға шығып бара жатсаңыздар, тіркеліп, жаңағы жол-жөнекей бір-екі адам алып кетуге өте ыңғайлы. Межгородта мына жерде көрдіңіздер ғой, тоже заказдар бар. Грузовой дегендер бар. Грузовойда да мен істеп көргем. Менде машина универсал болғаннан кейін сөздің төбесінде багажым бар. Кейбір груздарды алып қаланың ішінде таси алатын мүмкіншілік бар. Кеттік. Городта осылайынан линияға жаңағы заказдар шығып тұрады, көріп отырасыз. Қай сіздің отқан жеріңізден қанша қашықтықта екенін 550 теңге предлагать етіп отыр екен, алып кетті. Мына жерде доходы болады, жаңа бір күнде істегендеріңіз, приоритет, жаңа приоритет, бұл жерде де приоритеттеріңіз дұрыс болған жақсы ғой, жоғары болған жақсы. Мына жерде счеттарыңыз болады. Мінекей комиссия InDriver 7%, вознаграждение, жаңа процент, кімнің таксопарктың проценті 2,5%, лицевой счет, баланста 209 теңге, және маған осы жақын арада бонус түсті. InDriverден 1000 теңге түсті. Осы счетыңыздан өзінің процентін алып отыратын болады. Бұл жерде безналичный деген жоқ. Бұны өзіңіз толтыруыңыз керек. Қалай толтырады? InDriverдің счетін кез келген Kiwi терминалдан, және Каспи KZ қосымшасынан, Касса 24 деген терминалдардан, кез келген терминалдан толтыруға болады. Приоритет неге әсер етеді? Приоритет мінекей. Қазір мен занят болып, бар заказдарды көріп отырмын, бірақ бұл бүкіл бар заказ емес. Бүкіл бар заказдарды көру үшін линияға шығуымыз керек. Линияға шығамыз. Жаңағы айтқанымдай, приоритеті жоғары адамдарға бірінші заказды предлагать етеді. Мысалы, InDriverдің өзі, көрдіңіз ғой? Өзі көрсетіп отыр мына. Бірінші сізге түседі, жаңа сіз қабылдамаған жағдайда неге түседі? InDriverде тағы бір айтып кететін жағдай, линиядан шыға тұрайын, айтып кететін жағдай, кейде адрестің, мысалы, алып кететін жері мен апаратын жері картада белгіленбеген болуы мүмкін. Сол үшін InDriverде жұмыс істеу үшін қаланы жақсы білгендеріңіз дұрыс болады деп ойлаймын. Білмесеңіздер де мынандай заказдарды ала бересіздер ғой. Жаңағыдай картада бар заказдар. Менен 2 минут жерде 16 минутта мына жаққа апарып тастауым керек. Кейбір заказдар болады. Мына жерде қазір көрсетейін. Міне мысалы, Ақбақай Тәукехан алып кететін жері көрініп тұр, апаратын жерін картада жоқ. Мен даже өзімнің опытым үлкен болғаннан кейін мына көше Великолукская деген қай жерде екенін білмей тұрмын қазір. Сол үшін осындай заказдарды алу үшін бізге қаланы жақсы білген дұрыс болады деп ойлаймын. Давайте бірінші заказды алайық. Мынау заказ маған ұнап тұр негізі. Менен 2 минут жерде Лариса Ивановна хочу 400 теңге Каспимен төлейік. Мына жерде давайте, может, 800 предлагать етіп көрейік. 3 минуттың ішінде келем деп айтам. Қабылдай ма екен, қабылдамай ма екен? Мен қабылдады. Мінекей бірінші заказды бітірдім, уже екінші заказға предложениялар келіп отыр. Давайте Ақкентке дейді 14 минут
10 минутта келем деп заказ уже взят, все. Мен бірінші заказды бітірдім. 18 минут 20 минут уақыт кетті ғой менде. 800 теңге Каспийға перевод түсті. Мінекей. Индрайвер жайлы тағы айта кететін зат. Индрайверде белгілі бір тариф жоқ. Километраж деген сияқты. Клиенттер бағаны өзі қояды. Бұл жерде бесплатный ожидание деген жоқ. Сізге клиентке келгеннен кейін на месте деп басасыз. Бұл қанша там 10 минут күтуіңіз де мүмкін. Звондап айтасыздар ғой. Звондап айтқанда тоже баланстарыңыз кетеді деген сияқты. Сондай бір кішігірім минусы бар. Көрдіңіздер ғой. Navai 66 дейді. Барахолка арылған жоқ. 1000 теңге. Барахолкаға бүгін жексенбі кіру деген қиын зат. Шығу қиын болып кетеді ғой. Кірген ладно, кіресің, шығу қиын болып кетеді. Үстіп, қарап, күтіп отырамыз заказды. Ары бері жүріп бензин жаққаннан гөр. Тағы бір лайфхак айта кетейін дедім. Индрайверді пайдаланып жүрген кезде қаланың анау мега сияқты, сосын әртүрлі жаңағы Абай правдада Москва деген жақтың алты жағында постоянно адамдар шығып голосовать ететін жерлер бар. Сол жерге тұрып, сол жерден де жақсы заказ, адамдар жақсы ақша беріп қалатын жағдайлар болады. Соларды ала отырып Индрайверді де қарап отырсаңыздар болады. Яндекстегідей мынау заказды ал деп айтпайды бұл жерде. Қабылдамай қойсаң ешқандай рейтинг ештеме түспейді, активность рейтинг түспейді бұл жерде. Торт әкелу керек дейді Ақсайға. Баян. 10 теңге в принципе жаман емес. Давайте алып көрейік. 5 минутта келем деп жазайын. Бұл жерде саудаласасыздар. Клиенттермен кішкене көбірек предлагать етесіздер бағаны, там 100 теңге, 200 теңге, жаңа өздеріңіз көріп отқандай. О, заказ. Кеттік киноға дейтін заказды қараңыздар. Не деген адамдар. Так, сонымен сағат 12-ден 34 минут кетті уже. Табыс 4300 болды. 4 заказ жасадым. 1 заказ отмена болды. Келгеннен кейін заказды қабылдап, содан кейін барып бара жатып мән бердім. Сөйтсем, местоположениясы площадьте тұр екен. Бұл кісінің өзі бойтұмар 48-де тұр екен. Сонымен заказ дұрыс емес, или наоборот беріп жүрген ба, мен түсінбедім. Мынау заказ. Сол себепке байланысты отмена жасау керек болды. Біраз уақытты алады. Бұл да айтайын дегенім, бұл осы индрайвердің ең басты минустарын бірі деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде көп адамдар адресті дұрыс көрсетпейді, өңкей әртүрлі осындай бір местоположенияларын дұрыс қоймайды. Сондаймен өз басым көп жолығам. Сосын бұл жерде бағаларды клиент өзі қояды, содан кейін бағалары өте төмен бағаны қоятын адамдар өте көп бұл жерде. Бұл жерде тариф, белгілі бір тариф жоқ. Сосын платный ожиданияның уақытының, мысалы, сіз заказды аласыз, келесіз, бұл жердің клиенттері тіпті асықпай шығатындары көп. Мысалы, Яндексте 3 минут бесплатно келгеннен кейін 3 минут тегін күтесіздер де, 3 минуттан кейін минутына 30 теңгеден ожидание айналатын болса, бұл жерде ондай не жоқ. Так, ал плюстарын айта кететін болсам, плюстары бұл жерде ешқандай байланыс жоқ та, мысалы, андай да, сен байланып қалған емессің да, бұл жерде өзің таңдайсың заказдарды, барғың келген жерге барасың. Мысалы, мен тауға, медеуге шыққанды ұнатпаймын. Яндексте енді отказ жасай алмайтын болғаннан кейін баруға тура келеді. Немесе жаңағы таулық Қарат
дейді. Кен сай деген көтерілетін, разворот жасай алмайтын, гололед болып, лай болып жататын жерлерді алғанды ұнатпаймын өзім. Вот сондай болса, мына индрайверде спокойно өздеріңіз таңдап заказ, мына жерге барғым келеді, мына жерге барғым келмейді деп таңдай бересіздер. Бір плюсы. Екінші плюсы, конечно, бұның проценті аздау, 10% қана алады заказдарына. Қосымша табыс ретінде өте ыңғайлы приложение. Қосып қоясыздар, жаңағы отырасыздар, мысалы жұмысыңыз машинада болса, күн азынан кешке дейін бір районды аралап жүретін болсаңыз, мен сияқты, мен жұмысым сондай. Индрайверді ашып қоясыз да, жаңағы лайфхак айтам дегенім, менде машинамда насос өзіммен болады, постоянно андай неден аккумулятордан қосып, екі моторчигі бар, автомат үрлейтін компрессор насос. Прикуритель всегда бар, и және 5 литр канистрым бар, 5 литр бензин өзіммен алып жүрем. И индрайверда өте көп шығады сондай заказдар. Жаңа прикуритель жіберу, дөңгелек түрле жіберу, немесе бензин бітіп қалып, бензин құй жіберу, жаңа буксир деген заказдар шығады. Буксирді тоже алмаймын мен қазір. Бұрын алушы едім, қазір алмайтын болып кеттім. Өйткені машинам қиналады. Басқа машинаны тартуға. Бірде 6 ескі машина болғаннан кейін сондай. Сол лайфхак, өзіңізбен постоянно прикуритель алып жүрсеңіздер, жаңағы канистр алып жүрсеңіздер, насос алып жүрсеңіздер, бір кішігірім қосымша табыс табуға болады солардың арқасында. Егер өзіңіздің машинаң бензиніңіз бітіп қалса, немесе дөңгелегінің желі шығып кетсе, тура үйістіп клиент болып индрайверға кіресіздер да, клиент ретінде кіріп, стать пассажирым дейсіз да, ол жерге заказ бересіз, мысалы маған жаңа город дейсіздер, өзіңіз мен тұрған жерді мына определять етті, куда не куда, мысалы да, насос деп жаза саласыздар, мына все хорошо, предложите цену, там 500 теңге Каспик или Хомбанк деп төлеймін деп жаза саласыздар да, заказ бересіздер, все өте ыңғайлы, өте жылдам. Мына жерде көрсетіп тұр, курьерлерді көрсетіп еткен, машиналерді көрсетіп еткен, бос машиналар. О, не деген көп машина. Индрайверді конкуренция бешеный дейсің ғой. Вот, осындай. Ары қарай кеттік. Город стать водителем. Аблайхан Плаза дейді. Аблайхан Плаза дегеніміз Аблайхана Макатаеваның қиылысы. Галилея 9 минут. Но нормальный заказ, давайте. 5 минутта келем деп жазып көрейік Аблайхан Плаза. Қабылдаса егер, бұл жерде еще клиенттер таңдайды. Қабылдайын ба, қабылдамайын ба, машинаңды, рейтингді қарайды. Қазаққа Камри болу керек қой, обязательно. Камри болса қабылдап қойшы еді бағана десең. Жоқ, бұл алып кетіп басқа бір. Мерейден Тимирязева 58 мың теңге, 5 минутта келем деп. Құрбек, Илмурат. Тимирязева 58 дегеніміз где-то Атакент жақ. Заказ түсті, кеттік. Так, қараңыздар. Жаңағы Барибаеваға әкелдім. Алмагүлден Барибаеваға. Мен Гоголяға бара жатыр едім, мына жерде тағы бір заказ шығып қалды. Прикуритель жіберіңіз деген. Менен вообще алыс емес. 1 минуттық жерде, 500 метр жерде. Соныған бара жатырмын. Қазір прикуритель тастаймын да, өзім жұмыстарым жаймен бітіре берем. Жоқ, жұмыстарым бітіріп тастадым. Түскі ас ішпейтін болдым. Тағы бір 2 сағаттай шыдай тұратын шығармын. Сосын үйге барып бірақ ішетін болдым. Мынандай заказдарды қайтесіз? Бүйтеді Азия торговый домнан Жібек жолдағы Самал микрорайон 2-ке дейін барам дейді. 600 теңге деп қойыпты. Больше не дам или уеду на Яндексе за 590 деп жазып қойыпты ғой. Елдерге вообще таң қаласың үшін. Доход уже 8700 болды. Нормально. Жұмыстарым болды, жұмыстарым бітіріп алдым, еще арасында. Давайте бір эксперимент жасап көрейік. Мен сіздерге қазір анекдот айтып берем. Анекдот таксиге байланысты. Сосын сіздер комментарийға кіріп тоже жаңағы таксиге байланысты білетін анекдоттарыңыз болса, бірақ
боғауыз сөзсіз, ұятсыз емес анекдот болу керек. Сосын келесі видеом шыққан кезде жаңағы сіздер жазған анекдоттың ішінен ең лайк көбін таңдап, пока әлі білмей тұрмын, бірақ бір сюрприз подарок болады менің атымнан сіздерге деген. Сонымен анекдот. Бір күн бір 4 жігіт плотно ішіп алған дейді, жаңа мас болып тұр дейді. Көшенің бойында такси ұстап тұр дейді. Ешкім тоқтамайды дейді, жаңа өтіп кете береді, ана 4-үй бейт бір-біріне тақап мас болып тұр дейді, жаңа. 1 сағат өтті дейді, ешкім тоқтамайды. Сонымен арасында уже бір кішкене сәл саулау айтқан ғой, жігіттер. Давайте трезвый адам құсап тұрайықшы, білдірмейік мас екенімізді, а то ешкім алмай жатыр. Машинаға отқаннан кейін де мас екендеріңізді білдірмеңіздер деген ғой жаңа. А то жол жөнекей түсіріп кетіп та апармай қояды. Все, давай деп бәрі деп естерін жиып бүйтіп тұрып алған ғой жаңа. И бір машина сразу келіп тоқтап, жоқ қайда, осындай қанша, осынша деп келісіп жаңа жолға кетіп бара жатқан ғой. Таксист айтады дейді, бүйтіп отыр. Жодан жігіттер шывағасындар ғой деймін деген ғой. Жоқ, ішкен жоқ, нормально бәрі, сауымыз деген ғой. Мүмкін шегіп алған шығарсыздар. Жоқ, шекпейміз, ондай әдетіміз жоқ деген ғой. Онда неғып төртеуінде алдына отырып алғансыңдар деген ғой. Төртеуінде алдына отырып алған ғой. Осы жерден күлсеңіздер болады. Сонымен бүгінгі күннің қорытындылары. Көріп отқандарыңыздай 16.700 теңге барлығы болды. Ол жерден алып тастайтынымыз 10% индрайвердің проценті 1700 теңге алып тастаймыз. Және 3000 теңгенің бензині кетті. 3000 теңге, ровно 3000 теңгенің бензині жақтым бүгін. Сонда қалатыны 12000 теңге таза табыс, 12000 теңге. Сағат 10:30-да бастадым, арасында паузалар көп болды әртүрлі. Сол себепке байланысты қазір мына 8-ден 18 кетіп отыр. Таңғы сағат 10:30-да бастағам. Сонда 8 сағат таза деп есептесек, 8 сағатта 12000 теңге дегеніміз сағатына 1500 теңгеден айналып отыр. Сонда индрайвер үшін өте жаман емес, өзім таңғалып қалдым. Маған бүгін бір жаңағыдай универсал керек деген заказдар шығып қалды да, сосын жаңағы сол заказдар кішкене көтерді. 2000 теңге, 1400 теңге, 1500 теңге деген сияқты. Қорытынды осында, индрайвермен жұмыс істеуге болады. Кез келген жұмысты жөндеп істесе, менің ойымша жақсы табыс табуға болады деп ойлаймын. Индрайверде бұның алдында целый день жүрмейтінмін. Сіздерге арнап жасап отырмын. Ұнаса лайк, ұнамаса обязательно дизлайк, реакцияларыңыз қалдырып қойыңыздар. Комментарийға кіріп жаңағы челленджді ұмытпаңыздар. Экспериментті анекдоттарыңыз болса айтып беріңіздер. Сол комментарийға келесі видео шыққан кезде, келесі видео шығып жатқан кезде ең лайк көп жинаған анекдоттың иесіне ойлап отырмын 20 литр талон, немесе сол 20 литрдің бағасын Каспийге или Халық банкқа жаңағы салып беретін болам сіздерге. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.